Армағайын сіздермен бірге Ассамблея Урал 28 маусым Қазақстан Республикасында бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі тойланады. Бүгін Урал қаласының Достық үйінде облыстық журналистерге арналған форум өткізілуде. Қайырлы күн, Достық үйіне қош келдіңіз. Сіздің кәсіби мерекемізбен шын жүректен құттықтаймыз. Нұртай мырза, сіздің кәсіби мерекеңіз туралы, өзіңіз кәсібіңіз туралы екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз. Журналистика қыры мен сыры терең, өте сондай үлкен мамандық. Оған бару үшін деген көп ізденіс керек, білім керек, талап керек, еңбек, жігер керек. Сондықтан кәсіби мерекені мемлекеттік деңгейде жыл сайын атап өтіледі, тойланады. Ол дұрыс деп ойлаймын, себебі бұқаралық ақпарат құралдары мемлекет пен халықтың арасында алтын көпір. Осы екі жақтың да, халықтың да қара ақылды қағаз жарып, дәл уақытында ақпаратты шынайы беріп, сараптамалық мақалалар жазу кәсіби журналистердің міндеті. Сондықтан біздің өңірдегі журналистер, өңірдегі бұқаралық ақпарат құралдары өзінің міндет үдесінен анық шығып жүр деп есептейміз. Осы кәсіби мереке осы биыл керемет Құрбан айт, қасиетті Құрбан айт мерекесімен тұспа-тұс келді. Ол Құрбан айт мерекесі біз жалпы халықтық мереке деп есептейміз. Сол осы мерекеге орай барлық шаңыраққа жақсылық, бақыт, осы ассамблея үйіне жақсылық тілейміз. Рахмет. И сейчас рядом со мной находится один из лучших фотографов города Уральска, Каткова Оксана Георгиевна. Оксана Георгиевна, мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Оксана Георгиевна, расскажите, что для вас ваша профессия? Ну, для меня журналистика – это образ жизни, я ей живу. Можно сказать, и день, и ночь работаю, потому что фотографии занимают очень много времени. Буквально вот приходишь с мероприятия и до 4-5 часов, в смысле всего времени, уделяешь только фотографиям, потому что их надо обработать, довести до ума, убрать там что-то лишнее. Вот, в фотошопе надо, может быть, посидеть, кому-то глаза открыть, кому-то рот закрыть. Такие вот есть нюансы. Просто бывает, вот нету нормального кадра, а вот один нужен, поэтому что-то над ним колдуешь. И вот много времени уходит на это. Вот. И, соответственно, конечно, мы, когда у людей праздник, когда люди отдыхают, а мы в этот день работаем, ходим, берем информацию, материалы, а потом приходим и все это освещаем. Опять, когда вот 1 мая, буквально все люди отдыхают, праздник у всех, там после идут куда-то отдыхают по гостям, а ты бежишь домой быстрее, чтобы сбросить всю информацию, сесть, написать ее, и буквально все это до вечера происходит. Потом раз глаза поднимаешь, уже на улице темно, уже надо ложиться, как говорится, спать. Вот и весь день пролетел. И вот так вот каждый день. Но оно все, конечно, потом не сильно расстраиваешься, потому что на завтра там выходной себе как-то берешь. И суббота-воскресенье у нас все-таки выпадают выходные, когда проводишь с семьей. Спасибо, Оксана Георгиевна. Мы еще раз поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Желаем всем журналистам оставаться такими же яркими и активными.
Бүгінгі журналистер күніне арналған облыстық форум өз мәресіне жетті. Барша марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған Ассамблея Орал, Залина Алиева, Темирлан Максотов.